Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында ханым жасайтын боламын. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бір жұмыртқа, бөлме температурасындағы су, тұз және де сұйық май қосып, тұзымызды ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп отырып, енді қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды қатты етіп илеп қоюға болмайды. Шамамен менде видеода көріп тұрғандарыңыздай көз мөлшерінде орташа қалыпта етіп илеп аласыздар. Менде осыдан 4 суала қамыр шықты. Барлығын жақсылап илеп, июі қанғанша қойып, шамамен жарты сағаттай холодильникке қойып, енді салмасын дайындаймыз. Мен картошканы үкіштен өткізіп алдым. Турағаннан осылай үкіштен өткізген жақсырақ ханымға. Және де үстінен туралған пияз, тартылған ет, тұз бен қара бұрышты араластырып алдым. Және де сұйық май қостым. Сұйық майды қосқан себебім кішкене құрғақ болып қалмас үшін осылай сұйық май қостым. Орнына кішкене су немесе сүтпен алмастырсаңыздар да болады. Енді жаңалегі июі қанып тұрған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, осылай толығымен жайып, арасына май жағып аламыз. Майды барлық жеріне жеткізіп жағып, үстінен дайын салмасын салып, барлық жеріне жұқа етіп жағып шығасыздар. Дайын болған қамырымызды барлығын орап аласыздар да, шамамен бір 45-50 минуттай отқа қойып пісіріп аласыздар. Арасын қатты етіп тығыз орап қоймаңыздар. Енді біз подливын дайындаймыз. Подливке мен пияз бен сәбізді араластырып қуырып алдым. Ханым дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар.